Армысыздар, құрметті көрермен. Қонаев ТВ арнасы, мектеп жаңалықтар бағдарламасы. Сіздермен мен Суфийбек Ернұр. Осы аптада болған оқиғалармен таныстыратын боламын. Келіп жеткен ақпараттарға сүйенсек, 5-ші сыныптар арасында букбинго, кітаппен қызық ойын тақырыбында қызықты әртүрлі форматтағы ойын ұйымдастырылды, деп хабарлайды мектебіміздің ресми Facebook порталы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, балалардың қызығушылығын арттырып, зейінін есте сақтау қабілетін дамытады екен. Ал енді келесі жаңалықтармен таныс болсақ. Темза өзенінің жағалауынан келген ағылшын тілі пәні мұғалімдері Жақсылық Жансая, Таңат Айжан Аланқызы, Сүлеева Роза және Құдайқұл Ақбота мен Пердебаева Зарина ұстаздарымыз ашық сабақтарын өтті. Қатысушылардың айтуы бойынша сабақтар өте жоғары деңгейде өткен екен. Сондай-ақ мектеп акт залында Artificial Intelligence тақырыбында мектебіміздің ағылшын тілі пәні мұғалімдері Сейтжан Ләззат пен Орақбаева Ләззат ұстаздарымыз 9-10 сынып оқушыларының арасында дебат пікірсайыс ойынын өткізген екен. Салт дәстүр таусылмайтын байлығым атты 8-ші Б және В сыныптары арасында сайыс сабағы өткізген Донаева Гүлжахан мен Қылышева Айсапар ұстаздарымыз. Мектебіміздегі Қонаев аллеясына көшеттер мен гүлдерді отырғызу жұмыстары өз бастауын алды. Бұл игі іс алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп сенеміз. Ал енді жетістіктерге кезек берейік. Өзбекәлі Жәнібеков оқулықтарынан 10-ші сынып оқушысы Арыстан Дидар аудандық кезеңнен 1-ші орын алып, облыстық кезеңге жолдама алды. Жетекшісі Аширбекова Күнсұлу ұстазымыз. Облыстық кезеңде де жеңіс тілейміз. Сондай-ақ ағылшын тілінен IELTS тапсырған оқушыларымыз Нұрман Асия 7,5 балл, Таңатар Аружан 7 балл жинады. Тамаша жетістікпен құттықтаймыз. Осы аптадағы жаңалықтар реті осы. Барлық ақпарат Фейсбуктегі мектебіміздің ресми парақшасынан алынды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.